Мен негізі көп тақырыбым қыздар жайлы, бүгін көресіздер қыздар жайлы айтқан кезде қыздар маған ренжиді. Әділет, сен қыздар жайлы айтасың, жігіттер жайлы айтамайсың, жігіттерден қорқасың ба не үшін жігіттер жайлы айтпайсың дейді. Біз жігіттер жайлы айтатын дым жоқ. Себебі біз жігіттер красавчикпіз. Мысалға, бізде жігіттерде прическаның түрі өте көп. Под сантиметр, полбокс, модельный, бүйтіп шашын артын өсіріп алады, алдын өсіріп алады, ұзыннан өсіріп алады. Жігіттерде прическаның түрі өте көп. Ал қыздарда шаш түрлі прическа бар. Қыздар шашын жайып жүреді. Жел болса түйіп алады, кір болса өре салады. Мысалға, қыз бен жігіт кездесуге дайындалатын болса, қыздар жігітпен кездесуге дайындалатын болса, қатты дайындалады. Шашына укладка жасайды, қасын жұлып тастайды, оны қайттан боя қояды. Кірпік жабыстырады, мынандай ұзын кірпік жабыстырады, линза тағады, бетіне тоналка жағады, сосын бүйтіп гуашь жағады, дәу беті кішірек қалады. Помада жағады, оның сыртынан карандаш жағады. Жалпы қыздар жігітпен дайындалу үшін ұзақ дайындалады. Ал біз жігіттер қызбен кездесу үшін тісімізді жуса жуды, жумаса орбитшемен салады. Мысалға бана қас туралы айтатын. Қыздар, сіздер не үшін қастарын жуып тастайсыздар? Сосын қайтадан оны сіз қоясыздар. Сіздер ойлайсыздар ғой, мен біз жігіттер қыздардың қасына қарайды деп. Мен сіздерге ащы шындықты айтайын. Ешқандай жігіт қыздардың қасына қарамайды. Шынымен қыздардың қасына қарап отқан жігіт көрмеймін. Біз жігіттер қыздың қасына екі-ақ жағдайда қараймыз. Егер ана қыздың қасы жоқ болса, или дәу бір қас болса ғана қараймыз. Әйтпесе қарамаймыз біз. Мысалға, қыз бен жігіт бір-бірімен ұрысып қалса, қызда да жігітте де андай кек алу деген сезім пайда болады. Мына жігітімді өкіндірсем екен деп. Жігіт тұрады, қызымды өкіндірсем деп. Мысалға, қыздарға жігіттерді өкіндіру өте оңай. Қыздар жігіттерді өкіндіру үшін әдемі болып киініп, әдемі болып жігіттің жанынан өтіп кетсе, ана жігіт өкінеді. Мен мынандай қыздан айырылып қалдым ау. Не үшін мен айғарап жүрмін деп. Ал біз жігіттерге қызды өкіндіру өте қиын. Біз қызды өкіндіру үшін астымызда қымбат машина болу керек. Күшті бір жұмысымыз болу керек. Дәу коттедж үйіміз болу керек. И ана қыздар әдемі келіншегіміз болу керек. Сосын енді жігіттер жайлы статистика айтайын. Осында жігіттер келсе шығады. Келіспесе де өмір сондай. Мысалға 20-25 жас аралығындағы жігіттер махаббатпен ғашық болып үйленеді екен. Бітті, мен осы қызды аламын, мен ғашықпын деп, махаббатпен үйленеді. 25-30 жас аралығындағы жігіттер олар ойланады. Мына қыз әйел болатын қыз ба, кімдермен араласады, не істейді? Тамақ сыйлама, анау сыйлама, ойланып үйленеді. 30 бен 35 жас аралығындағы жігіттер олар енді көп нәрсеге мән бермейтін болып қалады. Ол кезде отырып қалады, қыз болса болды, әйтеуір жалғыз жүрмесек, тойға жалғыз бармасақ деп жүреді. 35-40 жас аралығындағы жігіттерге главный ана қыздың баласы боқтамаса болды. Главный баласы боқтамаса, әйтеуір үйленіп бақытты болып кетеміз деп жүреді. 40-тан асқан еркектерге біреудің баласы өзінің баласы сияқты болып қалады екен ғой.